Қамқор болып көрінген құзғындар Айсұлу айна алдында үнсіз тұрды. Көзінің астындағы қара шеңберлерге қарап, соңғы бірнеше жылда қаншалықты өзгеріп кеткенін ойлады. Кеше ғана 20 жылға созылған некесіне ресми түрде нүкте қойылған еді. Ұзаққа созылған соттан кейін үй өзінде қалды. Бірақ бұл жеңіс емес еді. Бұл тек шаршаған жанға тыныс алуға мүмкіндік берген тыныш мекен ғана болатын. Дәл сол сәтте есік тарс ашылып кетті. Әй, ақыры ана оңбағаннан құтылдың ғой. Дауысты ести сала Айсұлу жалт бұрылды. Есіктің алдында әпкесі Тамара мәз болып күлімдеп тұр екен. Артында үлкен дөңгелекті сөмке сүйретіліп тұр. Бір қарағаннан ұзақ уақытқа келгені байқалатын. Айсұлу таңырқап қалды. Тамара, сен бе? Мұнда қайдан жүрсің? Тамара ешқандай рұқсат күтпестен үйге кіріп кетті. Дөңгелекті сөмкесін кіре берістегі ақ кілемнің үстімен сүйреп өткізіп, лай іздерін қалдырды. Мен жай ғана автобусқа отырып келдім. Сені жалғыз қалдырмаймын. Осындай үлкен үйде жалғыз отырсаң мүлде мұңайып кетесің. Енді біраз уақыт осында тұрамын. Екеуміз жаңа өмір бастаймыз. Ол Айсұлуды құшақтап алды. Сені қайтадан өмірге қайтарамын. Уайымдама, Айсұлу әлсіз ғана қарсы болмақ болды. Мен өзім де бәрін жеңемін. Келмей ақ қоюыңа болатын еді. Бірақ Тамара қолын бір сілтеді. Егер мен қарамасам саған кім қарайды? Бұл сұрақтың жауабын күтудің өзі артық еді. Айсұлу үнсіз келісті. Үйдегі тыныштық кейде шынымен де жанын қинайтын. Күйеуі кеткеннен кейін әр бөлме босап қалғандай сезілетін. Кешке Тамара қою борщ пісірді. Үлкен ет салып дастарханды толтырып қойды. Же, қарашы, қандай болып асып кеткенсің. Ана бұрынғы күйеуің барлық күшімді сорып алыпты. Бірақ Айсұлудың тамаққа тәбеті жоқ еді. Бірнеше айлық күйзелістен кейін ас ішкісі келмейтін. Тамара басын шайқады. Болмайды, керісінше бұрынғы күйеуіңе бәрінің жақсы екенін көрсетуің керек. Құлпырып жүруің керек. Күйеуі туралы сөз шыққанда Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Тамара даусын жұмсартып сөйледі. Кешір, әлі де оның өміріңнен кеткеніне өзім де үйрене алмай жүрмін. Бұл сөзді естігенде Айсұлу таң қалды. Өйткені дәл осы Тамара бірнеше ай бұрын отбасы тойында екеуіне бақыт тілеп, қандай жарасымды жұп деп мақтап жүрген. Бірақ ол үндемеді. Келесі күндері үйдің ішіндегі тыныш өмір мүлде жоғалып кетті. Тамара қонақ бөлмедегі құмыралардың орнын ауыстырды. Перделерді ескі деп сөкті. Үйдің әр бұрышына араласып ақыл айтумен болды. Жалғыз отыруға болмайды. Бұл күйзеліске апарады. Ол осы сөзді күнде қайталайтын. Ал Айсұлудың бар арманы тек тыныштық еді. Ескі халатын киіп алып, ешкіммен сөйлеспей үй ішінде жай ғана жүргісі келетін. Бірақ оған мүмкіндік болмады. Бір күні кешке есік қоңырауы соғылды. Есікті ашса Тамараның қызы Әлия екі үлкен чемоданмен келіп тұр екен. Қасында 8 жасар егіз ұлдары мәз болып жүгіріп жүр. Қолында мысық салынған арнайы тор. Тәте Айсұлу Әлия жүгіріп келіп мойнынан құшақтады. Айсұлу не болып жатқанын түсініп үлгермей жатып артынан Тамара шыға келді. Әрине болады. Кіре беріңдер. Өз үйіңдей көріңдер. Тамара бәрін өзі шешіп қойғандай сөйлеп жатты. Айсұлу бірдеңе айтпақ болды. Не болды? Неге келдіңдер? Бірақ Әлия балаларын ертіп екінші қабатқа қарай кетіп қалды. Жоғарыда бос бөлме бар ғой. Айсұлу үнсіз тұрып қалды. Бірнеше минуттың ішінде өзінің үйінде өзі артық адамға айналғандай сезінді. Қолындағы тордың ішіндегі мысық баяу мияулап қойды. Кешке Айсұлу әпкесімен сөйлеспек болды. Бірақ Тамара тағы да сөзді өз қолына алды. Мен саған жамандық ойламаймын. Сен жалғызсың. Бірдеңе болып қалса өмір бойы өзімді кешірмеймін. Балалардың күлкісі үйге жан бітіреді. Келесі күні таңертең шай үстінде Әлия жаңа жоспарларын айта бастады. Мен үйді түгел қарап шықтым. Мына үйді керемет өзгертуге болады екен. Мысалы, бұрынғы күйеуіңнің жұмыс бөлмесін балалардың ойын бөлмесіне айналдыруға болады. Айсұлуның қолындағы кесе ауада қатып қалды. Не дедің? Әлия еш қысылмады. Өзіңіз ойланыңызшы. Ол бөлме сізге не үшін керек?
Барлығы өткен өмірді еске салады. Кітаптары да керек емес. Ескі заттардың бәрін шығарып тастап, жаңа жөндеу жасау керек. Айсұлуның жүзі суып кетті. Ол бөлмеге ешкім тимейді. Сол бөлмеде олардың ортақ армандары сақталған еді. Өзінің жобалары, күйеуінің сызбалары. Сол үйдің жүрегі болатын. Әлия үндемей қалды. Тамара қызына бір қарап қойды. Жарайды, мен жай ғана ұсыныс айттым. Бірақ Айсұлуның көңілінде түсініксіз күдік пайда бола бастады. Бірнеше күннен кейін Айсұлуға көршісі Ержан келді. Ол арнайы ешқандай шаруамен келген жоқ, өз қолымен пісірген алма бәлішін әкеліп, соттан кейінгі жағдайын сұрап шығуды ғана ойлаған. Екеуі ас үйде шай ішіп отырды. Ержан өзінің мысығы туралы қызықты оқиғаларды айтып, Айсұлуды ұзақ уақыттан кейін алғаш рет шын көңілмен күлдірді. Кенет есік тарс ашылды. Ішке Әлия кіріп келді. Тәте Айсұлу, анам сізді іздеп жатыр. Ол Ержанды көргенде сөзін тоқтатты. Сіз тәте Айсұлудың жұмысына байланысты келдіңіз бе? Даусынан салқындық анық сезілді. Ержан сыпайы ғана жымиып шаруасы бар екенін айтып көп ұзамай кетіп қалды. Есік жабылған бойда үйдің іші айқайға толды. Тамара мен Әлия Айсұлудың үстіне бірден дүрсе қоя берді. Сенің есің дұрыс па? Жаңа ғана ажырастың. Ал енді үйіңе еркектерді шақырып отырсың. Ел не дейді? Ол сенің жалғыз қалғаныңды біліп осы үйге қызығып жүр. Айсұлу қанша түсіндіруге тырысса да ешкім тыңдамады. Ол тек көрші екенін, жай ғана халін сұрап келгенін айтқанымен еш нәтиже болмады. Сол түні Айсұлу жатын бөлмесінде ұзақ отырды. Бәрі неге бұлай өзгеріп кеткенін түсіне алмады. Түн ортасында су ішкісі келіп төменге түсті. Баспалдақтың жанынан өте бергенде ас үйден сыбырлаған дауыстар естілді. Тамара мен Әлия оны ұйықтап жатыр деп ойлаған. Риэлтор бұл үйдің бағасы шамамен 14 миллион екенін айтты. Әлияның сөзі анық естілді. Ал жиһаздар мен қалған заттары ше? Тамара сұрады. Оны әлі нақтыламадым. Бірақ антиквариаттың өзін бөлек бағалау керек. Марқұм енесінің ыдыс жиынтығының өзі өте қымбат тұрады. Айсұлудың денесі мұздап кетті. Ол ақырын төмен түсіп ас үйдің есігін бірден ашып жіберді. Тамара мен Әлия үстелдің үстіндегі қағаздарға үңіліп отыр екен. Қағаздардың арасында үйдің жоспары да бар болатын. Демек сендердің ойларың осы болған екен ғой. Айсұлуның даусы қатты шықты. Менің дүниемді бөлісуге қандай құқықтарың бар? Тамара абыржып кетті. Сен бәрін дұрыс түсінбей қалдың. Жоқ, мен бәрін өте дұрыс түсіндім. 14 миллион деп айтып отырсыңдар. Тағы қалай түсінуім керек? Әлия еш қысылмастан орнынан тұрды. Тәте Айсұлу, сізге осындай үлкен үйдің не керегі бар? Балаңыз жоқ. Немереңіз де жоқ. Біз сізге жақсылық ойладық. Үйді сатып ақшаны бөліп алайық дегенбіз. Айсұлудың ашуы бұрқ ете қалды. Бөліп алайық дейсің бе? Барлығың дәл қазір менің үйімнен шығыңдар. Ешқайсыларыңды бұл үйде көргім келмейді. Ұзақ айқай мен жылаудан кейін олар 3 күн уақыт сұрады. Келесі күні Әлияның ұлы Мараттың қызуы кенет көтерілді. Әлия көз жасын төгіп, баланы сен ауырттың. Енді ауру баланы далаға қумақсың деп айқайлай бастады. Бірақ Айсұлу үндемеді. Ол бірден өзінің заңгеріне хабарласты. Заңгер оның толық құқығы бар екенін айтты. Егер қонақтар кетуден бас тартса, полиция шақыруға болады. Кешке Айсұлу бәрін сабырмен жеткізді. Сен шынымен полиция шақырмақсың ба? Тамара таңырқай қарады. Ауру баланы көшеге шығарасың ба? Айсұлуның даусы суық шықты. Мен сендерге тағы 2 күн беремін. Егер тағы да осындай ойын жалғастырсаңдар, полицияны өзім шақырамын. Келесі 2 күн үйдің іші үнсіз болды. Тек есіктердің тарс жабылған дыбысы ғана естілетін. 3-ші күні Тамара мен Әлия чемодандарын таксиге тиеп жатты. Екеуі де Айсұлуға өшпенділікпен қарап тұрды. Көлік бұрылысқа сіңіп кеткенде Айсұлу есікті жайлап жапты. Арқасын есікке сүйеп біраз тұрды. Үйдің іші қайтадан тынышталып қалды. Бірақ бұл жолғы тыныштық бұрынғыдай ауыр емес еді. Ол әр бөлмені асықпай аралап шықты.
Өз орнына қайта қойылған құмыраларға қарап жымиды. Жұмыс бөлмесіне кіріп кітаптардың мұқабасын алақанымен сипады. Өзі жақсы көретін шайын демдеп алды. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет жүрегі жеңілдеп сала берді. Бұл бос қалған үйдің тыныштығы емес еді, бұл еркіндіктің тыныштығы болатын. Бұл өз үйіндегі өз тыныштығы еді.